Көптөгөн эгде жастагы адамдардын жасайтын эң кауіпті кателиги таңертең төсектен тым жылдам туруу. Бул калыпты зыянсыз аракет сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Биз муну өмүр бою жасап келебиз. Оянасыз, ояткыч согады және сиз дереу отуруп немесе туруп күнүңүздү бастайсыз. Алайда эгде жастагы адам үчүн бул кенеттен козголуш өтө кауіптүү болуу мүмкүн. Узак түндөн кийинки тыныгуудан соң дене тыныч күйдө болады. Жүрөк согуу жийлиги баяу және кан кысымы эң төмөнкү нүктеде болады. Төсектен атып туруу денени өтө жылдам реттөөгө мажбур этеді. Бул жүрөк кан тамырлары жүйесине кауіпті күч түшүрүүгө мүмкүн. Уйку кезинде денеде не болатынын карастырайык. 6-8 саат бою сиз жазык жатасыз. Каныңыз осы көлденең калыпта бүкүл денеңизде биркелки айналып турган. Кан айналымы жүйеңиз босаңсыган каркын менен жумуш иштеп тур. Кенеттен турган кезде тартылыс күчү канды аяктарыңызга және табандарыңызга тартады. Бул денеңиздин жогорку бөлүгүндө, сонун ичинде мээңизде кан кысымынын жылдам, убакытча төмөндөүүнө акеледі. Бул жагдай ортостатикалык гипотензия немесе постуралдуу гипотензия деп аталады. Эгер сиз тым тез турсаңыз, басыңыз айналып, немесе жеңил сезинүүңүздүн себеби осы. Жас, дени сау адам үчүн дене бул өзгөрүштү тез өтөй алады. Кан тамырларындагы арнайы датчиктер кысымдын төмөндөүүн аныктап, жүрөккө тезирээк согууга және кан тамырларына тарылууга сигнал береді. Бул канды мийга кайта айдап, бас айналуу сезими бир нече секундта өтөдү. Алайда, эгде жастагы адамдарда бул жаап берүү жүйеси баяу және тийимсиз болуу мүмкүн. Кан тамырлары жаска немесе атеросклероз сыяктуу ооруларга байланыштуу катайып калуу мүмкүн. Жүрөк тез аракет ете алмауы мүмкүн. Бул кишигүү мидин оттегиге бай кандан узагыраак, кауіптірек убакытка айрылууна акелүү мүмкүн. Карапайым мисалды элестетиңиз. 75 жастагы Нурлан эсимде карыя уянып, эрте кездесүү бар экенин эсине түшүрөдү. Ол тез көрпесин лактырып, төсегинен тик турады. Бирден онун басы айналып, бөлмө айнала баштайды. Ол кулап калмау үчүн төсек жанындагы үстелге жабысады. Сол сәтте онун кан кысымы кенеттен төмөндөдү. Онун денеси тез реттелүүгө тырышты. Бас айналуудун бул кыска эпизоду айкын эскертүү белгиси. Нурлан үчүн және оган уксас көптөгөн адамдар үчүн бул бейкүнә көрүнетін таңга асыгыстык олардын ден соолугу менен ойноо. Бул кулауга немесе одан да жаман нерсеге акелүү мүмкүн. Төсектен атып туруу менен инсульттун арасындагы байланыш кан кысымы менен кан агымына тикелей катышты. Эгде жастагы адам кенеттен турганда, кан кысымынын күрт төмөндөүү денеде бир катар кауіптүү окуйгаларды тудуруу мүмкүн. Эгер мий кан менен оттегиден типти кыска убакытка айрылса, бул ишемиялык инсультка акелүү мүмкүн. Бул мийга кан жеткизетін артериядагы битилүүдөн туындаган инсульттун эң көп таралган түрү. Кысымдын күрт өзгөрүүү артерия кабыргасынан кичкентай бляшканы жулуп алуу мүмкүн. Ол содан кийин мийга барып, битилүүдү тудуруу мүмкүн. Сону менен катар, дененин кысымдын төмөндөүүнө төтенче жабабы да проблемалуу болуу мүмкүн. Төмен кысымды түзетүү үчүн жүрөк алде кайда катты және тез согууга мажбур болду. Бул кан кысымынын күрт көтөрүлүүнө акеледі. Гипертониясы, яғни жогору кан кысымы бар адам үчүн бул кенеттен көтөрүлүү өтө кауіптүү болуу мүмкүн. Катты кысым мидагы алсыз кан тамырынын жарылууна немесе үзүлүүнө акелүү мүмкүн. Бул геморрагиялык инсультка акеледі. Мында кан метинине немесе онун айналасына агып кетеді. Инсульттун эки түрү де медициналык төтенче жагдайлар болуп табылады. Және мидин ауыр, турактуу закымдалууна немесе типти өлүмгө акелүү мүмкүн. Тагы бир маңызды фактор — суусуздануу. Түндө биздин денemiz тыныс алуу және терлөө аркылуу сууду жогалтады. Бул дегенimiz, биз оянган кезде биз жиі аздап суусузданган боламыз. Суусуздануу канды коюу және концентрлей этеді. Коюу кан ыйыгычтарды оңай түзеді. Сондуктан суусузданган болуп оянып, содан кийин төсектен атып турган эгде жастагы адам инсульт үчүн тамаша жагдай жасайды. Коюу кан менен кенеттен туруудан тундайтын кан айналымынын күрт өзгөрүүнүн үйлесими мидагы маңызды артерияны битеп тастайтын кан ыйыгычынын пайда болуу каупын едәуір арттырады. Кан тамырларыңызды эски кубурлар деп элестетиңиз. Жылдар бою олардын ичинде тот пен шөгүндүлөр немесе бляшкалар пайда болуу мүмкүн. Егер сиз кенеттен осы эски кубурлар аркылуу суудун күчтүү агынын жиберсеңиз, эки нерсе болуу мүмкүн. 1. Күч тоттун бир бөлүгүн жулуп алуу мүмкүн. Ол содан кийин кубур бою менен агып, тыгылып калады. Бул бителүүдү тудурады.
немесе кенеттен жоғары кысым кубырдагы әлсіз жер үшін тым көп болып, оның жарылуына әкелуі мүмкін. Бұл егде жастағы адам ұзақ тынығудан кейін кенеттен күшті қозғалыс жасағанда денеде не болатынын көрсететін қарапайым, бірақ дәл тәсіл. Жақсы жаңалық, бұл үлкен қауіпті таңғы әдетіңізге бірнеше қарапайым өзгерістер енгізу арқылы оңай болдырмауға болады. Бастысы, баяу қозғалып, денеңізге бейімделуге уақыт беру. Қауіпсіз таңғы әдет 3,5 минут ережесін сақтауы керек. Біріншіден, оянғанда төсекте кемінде 30 секунд жатыңыз. Бұл уақытты бірнеше рет терең тыныс алып, толық оянуға пайдаланыңыз. Екіншіден, төсек шетіне баяу отырыңыз. Аяқтарыңызды еденде ұстап, тағы 30 секунд отырыңыз. Бұл қан қысымыңыздың тұрақтануына мүмкіндік береді. Үшіншіден, баяу тұрып, жүрмес бұрын соңғы 30 секунд бойы төсек жанындағы үстел немесе орындық сияқты берік нәрсеге ұстаңыз. Сусыздану да инсульттің алдын алуда, әсіресе таңертең өте маңызды. Төсегіңіздің жанында бір стакан су ұстау өте жақсы идея. Төсектен тұрмас бұрын, шетінде отырғанда бірнеше жұтым ішіңіз. Бұл ұзақ түннен кейін денеңізді сусызданудан қалпына келтіруге көмектеседі және қаныңызды аздап сұйылтуға көмектеседі. Бұл оның ұйғыш түзу мүмкіндігін азайтады. Мұны күнделікті әдетке айналдыру, инсульт қаупін азайтудың қарапайым және тиімді тәсілі. Есіңізде болсын, денеңізге дұрыс жұмыс істеу үшін су қажет. Және күніңізді сумен бастау, жалпы денсаулығыңыз үшін жасай алатын ең жақсы нәрселердің бірі. Таңғы әдеттен басқа, инсульттің алдын алу үшін бірнеше басқа өмір салты таңдаулары маңызды. Тұз, қант және зиянды майлар, аз салауатты диетаны ұстану, қан қысымы мен холестерин деңгейін бақылауда ұстау үшін өте маңызды. Жүру сияқты тұрақты, жеңіл жаттығулар да жүректі нығайтып, қан айналымын жақсартады. Жоғары қан қысымы немесе қант диабеті сияқты ауруларға тағайындалған дәрілерді дәрігеріңіз нұсқағандай қабылдау өте маңызды. Дәрігеріңізбен кеңеспей, дозаларды өткізіп жібермеңіз, немесе дәріні қабылдауды тоқтатпаңыз. Соңында, тұрақты медициналық тексерулер міндетті. Дәрігеріңізге бару, қан қысымыңызды, холестериніңізді және жалпы денсаулығыңызды бақылауға мүмкіндік береді. Дәрігеріңіз жеке кеңестер беріп, қажет болған жағдайда емдеу жоспарыңызды реттей алады. Олар сіздің денсаулығыңыздағы ең маңызды серіктесіңіз. Қауіпсіз таңғы әдетті салауатты өмір салтымен және тұрақты медициналық көмекпен біріктіру арқылы сіз инсульт қаупін едәуір төмендете аласыз. Есіңізде болсын, бұл сақтық шараларын қабылдау күш пен даналықтың белгісі. Денсаулығыңызды қорғау сізге алтын жылдарыңызды күш-жігермен және тәуелсіздікпен өткізуге мүмкіндік береді. Әрқашан жылдамдықтан гөрі қауіпсіздікке басымдық беріңіз, әсіресе жаңа күннің басында.